Әл-Қисса кептердің көмегі. Мұхаммед пайғамбар жас күнінде Шам шаһарында керуен тартып қалады. Сөйтіп бір құдыққа келіп су ішейін десе, құдық терең екен, шелегі батып кетеді. Сол сәтте бір топ кептер ұшып келеді де суға жүзіп, тамағына су жинап, пайғамбардың қолына толтырады. Сөйтіп дәрет алып болғанша таси береді. Сөйтіп батасын береді. Қанатыңа құт дарысын, сені қатесіз өлтірген адамның беті ақирет от боп жанып кетсін дейді. Содан бастап кептер ұя салса, құт келеді. Кептердің ұясын бұзған адамның отауына жұт келеді деген тәлім сөз қалып.